Сәлем балақайлар, менің есімім Дудар. Ал сендердің есімдерің кім? Танысқаныма қуаныштымын. Балалар, сендердің көңіл күйлерің қалай? Керемет! Менің де көңіл күйім тамаша! Балалар, неге екенін білесіңдер ме? Қане, тауып көріңдерші. Өйткені бүгін менің туған күнім! Бүгін мен 7 жасқа толып жатырмын. Атанам маған тосын сый жасаймыз деді. Соны асыға күтіп жүрмін. Қазір сыйлығым келгенде сендермен бірге көретін боламыз. Ал балалар, сендер туған күндеріңе не сыйлаған қалар едіңдер? Әнекей, менің тосын сыйым да келіп жеткен сияқты. Алақай! Бұл менің көптен сұрап жүрген сыйлығым ғой. Бұл не деп ойлайсыңдар балалар? Қане, тауып көріңдерші. Бұл телефон! Енді мен де басқа балалар секілді мультфильмдер көріп, ойын ойнай алатын болдым. Алақай! Содан бері Дудар телефоннан бас көтермейтін болды. Күн мен түннің қалай өтіп жатқанын да байқамайды. Дударжан, тамағыңды іш, суып қалды. Дударжан, сабағыңды оқы. Дудар, саған достарың келіп тұр. Дудардың достары келіп. Жүр, футбол ойнағалы жатырмыз, кеттік. Жоқ, мен қазір бос емеспін. Деп әлі телефоннан бас алар емес. Балалар, телефонды солай ұзақ қарауға бола ма? Әрине жоқ, дұрыс айтасыңдар. Ай, көзім ауырып барады. Ай, көзім. Ай, телефонды солай ұзақ қарауға бола ма екен? Неге тыңдамадың? Қап, әттеген ай, енді қайтсем екен? Ай, дұрыс айтасыңдар балалар. Дәрігер шақыру керек. Дәрігерге бәріміз қоңырау шалайық. Қане, нөмірін айтыңдаршы. 103 103. Ай, телефон ұзақ көрген соң солай көз ауырады. Есте сақтау қабілетің нашарлайды, ашуланшақ болады, ұйқы тәбет нашарлайды, және тағы да басқа денсаулыққа кері әсерлері өте көп. Қазір мен саған бір дәрі беремін. Бірақ бұдан бұлай тағы ұзақ телефон қарайтын болсаң, саған ешқандай дәрі көмектесе алмайды. Көзің көруі мүлдем нашарлап кетеді. Сондықтан ата-анаң рұқсат бергенде ғана аз уақытқа қарауға болады. Телефоныңа 20 минутқа оятқыш қоңырау қойса, сол шырылдаған кезде телефонды да өшіру қажет. Балалар, бұл барлықтарыңа да бірдей ескерту. Тек телефон емес, кез келген гаджет алдында ұзақ қарап отыруға болмайды. Ол теледидар ма, планшет па, бәрібір. Түсіндік пе балалар? Оның орнына пайдалы іспен шұғылданған дұрыс. Мысалға, пластилиннен мүсіндер жаса, сурет сал, ойын ойна, спортпен айналыс, және таза ауада көп серуенде. Ата-анаңа үй жинап көмектес, денсаулығыңды күт. Жарай ма? Я, дәрігер, мен бәрін түсіндім. Енді сіз айтқан ережелерді бұлжытпай орындаймын. Көп рахмет сізге. Балалар, сендер де мен сияқты телефонды ұзақ қарамаңдар. Жарай ма? Одан да әдемі сурет салып, немесе боямақтар бояп, пластилиннен мүсіндер жасап жарысайық. Жарай ма? Я, кеттік ендеше. Сау болыңдар.